Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 68-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Бірінші тапсырма: өзің тұратын өлкеде қандай кәсіпорындар барын білесің бе? Олар не өндіреді? Бірдей шамалар арасындағы сәйкестікті айқында. Сонда сен Қазақстанда ірі астық және бұршақ тұқымдас дақылдарды өндірушілер қайда орналасқанын білетін боласың. Бірінші біз 1 гектарда қанша метр квадрат барын біліп аламыз. 1 километр квадратта қанша метр квадрат барын біліп аламыз. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат, 1 метр квадратта 10.000 сантиметр квадрат. Және бізге осы жерде 1-дің орнына 7 деген санмен ауысып тұр. Яғни 70 гектарда 700.000 метр квадрат болады. Ол Манкент 70 гектар. Яғни ол Түркістан облысы Манкент ауылында орналасқан екен. Екінші, Арыстан өндірістік кешені 700 сантиметр квадрат. Ол Қостанай облысында Сарыкөл кенті де орналасқан екен. Үшінші, Ряжское кәсіпорны 7 километр квадратта 7 миллион метр квадрат болады екен. Және Карл Маркс атындағы кәсіпорын 70.000 сантиметр квадратта 7 метр квадрат, яғни ол Қостанай облысына тәуелді екен. Келесі тапсырма: есепті оқы, есепті шығару жоспарына қара, оны шығар. Аймақта тігін фабрикасы бар. Балалар осы фабрикаға саяхат жасады. Олар шалбар мен кофтаның әрқайсысына бірдей мөлшерде мата жұмсалатынын білді. Сол күні 8 шалбар, 5 кофта тігілді. Кофтаға қарағанда шалбарға 6 метр мата артық жұмсалған болса, онда тігілген шалбар мен кофтаның әрқайсысына қанша метр мата кетті? Бізде барлық шалбарға 16 метр және барлық кофтаға 10 метр мата жұмсалған екен. Келесі тапсырма: Түркістан облысына мақта мата комбинаты бар. Онда жібек, мақта, тоқыма және басқа да маталар шығарылады. Тігінші бірдей бағада 3 метр жібек және 5 метр тоқыма мата сатып алды. Жібек матаға қарағанда тоқыма матаға 1200 теңге артық төленген болса, жібек және тоқыма маталардың әрқайсысына қанша теңге төленген? Бұл жерде жібек матаға 1800 теңге, тоқыма матаға 3000 теңге төленген екен. Келесі кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Бұл жерде үйдің ауданы белгісіз болып тұр. Ені бірдей және ұзындығы: жатын бөлменің ұзындығы 5 метр, қонақ бөлменің ұзындығы 7 метр. Яғни ені бұл жерде екеуінің ені де 4 метрге тең екен. Демек біз 5-ті 4-ке көбейтеміз. Ауданы 20 метр квадрат болады. Қонақ бөлменің ауданы 28 метр квадратқа тең екен. Келесі, дүкенде бірдей бағада қарындаш пен қалам сатылды. Қарындаш үшін дүкенге 1680 теңге, қалам үшін 910 теңге төленді. Қарындашқа қарағанда 11 дана қалам кем сатылған болса, онда неше қалам және неше қарындаш сатылған? Бұл жерде 70 теңге қарындаш болса, яғни 910-ды 70 теңгеге бөлеміз 13 теңге, 1680-ді 70-ге бөлеміз 70 теңгеге бөлеміз 24 теңге. Бірдей тауарлардың массасы мен құнын салыстыр. Ойлан: А немесе Б бөлімінің тауарларының қайсысын алған тиімдірек? Бұл жерде сіздерге шырын 100 грамм 50 теңге А бөліміне жатады. Қытырлақ картоп 60 граммы 80 теңгеден А бөліміне жатады. Йогурт 250 граммы 80 теңге. Келесі шай 100 граммы 120 теңгеге тең екен. Келесі 2, 6, 0, 3 цифрларынан тұратын және төмендегі шарттарға сәйкес 2 таңбалы және 3 таңбалы неше сан жазуға болатыны тап. Бұл жерде біздерге шарты берілген, санды жазғанда бірдей цифрларды қолдануға болмайды. Демек 22, 66, 33 деген сандарды қолдануға болмайды. Ондықтардың саны 3-тен артық немесе 3-ке тең болу керек. Бұл жерде сіздерге 2 таңбалы саннан 6 сан шығарылып берілген және 3 таңбалы саннан 8 сан шығарылып берілген.
осыны мұқият көшіреміз. Келесі, бөшкені суға толтыру үшін әкесі 7 шелек, ұлы дәл сондай 5 шелек су әкелді. Егер әкесі 16 литр су артық әкелген болса, онда әкесі мен ұлының әрқайсысы неше литрден су алып келген. Бұл жерде әкесі 56 литр, ұлы 40 литр су алып келген екен. Бүгінгі сабақ осымен балалар аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.